Сәлем қыздар, сіздермен бүгін өте жеңіл әрі дәмді пісетін мраморлы кекстің рецептімен бөлісім келіп отыр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен бізге жұмыртқаның ағы қажет 5 дана. Жақсылап араластырамыз. Өте жақсы араластырғаннан кейін біз 200 грамм қантты қосамыз. Қанттың мөлшерін бөліп араластыру керек міндетті түрде. Қантты жақсылап араластырып болғаннан кейін біз 5 жұмыртқаның сарысын қосамыз. Өзіңіз қалаған безендіруді жасасаңыз болады әрине. Осы уақытта біздің пешіміз 180 градуста дайын тұр. 50-55 минут пісіреміз. Біздің кексіміз дайын. Осындай әдемі болып шықты. Егер ішінен қарайтын болсаңыз, жақсы піскен. Өте дәмді болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.